Сәлем сүйікті оқырманым. Өзіңді өзгерт YouTube арнасына қош келдіңіз. Видеоны қарап отырған әр жанға алғысым шексіз. Видеоға лайк басып, каналға жазылып, қоңырау шаны басып, қолдау көрсеткеніңіз мен үшін өте маңызды. Арнада әр адамды алдыға жетелейтін керемет видеолар, пайдалы кеңестер мен мотивациялық видеолар көп болады. Ал ендеше кеттік. Жер бетінде 7 миллиард адамға бір тәулікте бірдей 24 сағат берілген. Бір жылда шамамен 8800 сағат болады. Бірақ жыл соңында әр адам әр түрлі нәтижеге келеді. Неге? Ойланып көрдіңіз бе? Егер біз өз-өзімізді саналы түрде басқарып, потенциалымызды, яғни мықты қасиеттерімізді толықтай қолдансақ, керемет нәтижелерге жете аламыз. Бірақ алдымен бір жерге жету үшін қайда тұрғанымызды анықтап алу керек. Келісесіз бе? Бұл видеоның да мақсаты да сол. Өткен 2022 жылдың 12 айына қорытынды анализ жасап, қай жерде тұрғаныңызды анықтау. Өтіп кеткен, енді келмейтін уақыттарды қайда жұмсадыңыз? Қалай өткіздіңіз? Соны түсініп, анықтап алайық. Кейін келесі қадамдарыңызды тиімді жоспарлай аласыз. Дәл қазір, ертең емес, кейін емес. Дәл қазір жауапкершілікті қолға алып, өміріңіздің мықты фундаментін құратын боласыз. Енді сіздің миыңызды неден бастаймын, қалай жасаймын деген сұрақтар мазалап тұрған шығар. Қазір бәрін айтамын. Бізге маңызды өмірде 5 сфера бар. Сол сфералар бойынша өткен 22 жылдың әр айына талдау жасайсыз. Маңызды сәттерді, оқиғаларды жазасыз. Кейін әрбір айдың жанына сол оқиғаларға бал жазасыз. 1-ден 10-ға дейін бағалап кетесіз. Сол айда болған оқиғаға көңіліңіз шықса, онда жоғары бал, 10 деген бал қоясыз. Егер көңіліңізден шықпай, әттеген ай деген сәттер болса, онда әрине төмен бал қоясыз. 5 сфераны атап өтейік. Бірінші, қарым-қатынас сферасы. Ата-анаңызбен, бала-шағаңызбен, сүйікті күйеуіңізбен немесе әйеліңізбен қарым-қатынасыңыз қандай болды өткен жылда? Екінші, финанс. Ақшамен қарым-қатынасыңыз қандай болды? Қайда жұмсадыңыз ақшаны? Үшінші, бизнес, жұмыс, карьера сферасы. Өткен жылдың әр айында жұмысыңызда маңызды қандай оқиғалар орын алып отырды? Төртінші, денсаулық сферасы. Бірінші байлық денсаулық демекші, өткен жылдың әр айында денсаулығыңызға қандай уақыт бөлдіңіз? Жақсарту үшін қандай әрекеттер жасадыңыз? Бесінші, жеке даму, рухани даму сферасы. Миыңызды, өзіңізді дамытып, жаңа білім алып, жаңа нәрсе үйренген қандай оқиғалар болды? Ойыңызда қалған қандай инсайттар бар? Өткен 2022 жылды қалай еске ала аласыз? Соны жазасыз. Өзіңізді дамытуға қаншалықты көп уақыт бөлдіңіз? Немесе қаншалықты аз уақыт бөлдіңіз? Соған талдау жасайсыз. Енді сізге түсінікті болу үшін 2022 жылдың қараша айы дейік. Бірінші, қарым-қатынас сферасы. Ата-анаңызбен қарым-қатынасты алсақ, отырып, сырласып, шүйіркелесіп, ата-анаңыздың батасын алып, онда осы оқиғаны жазып, сол оқиғаның жанына мысалы жоғары бал қоясыз, 10 деген бал. Екінші, финанс сферасы. Ақшаңызға анализ жасайсыз. Қараша айында қолыңызға қанша ақша келіп түсті, ол ақшаны қайда жұмсадыңыз? Депозитқа салдыңыз ба жартысын? Қыдыруға жібердіңіз бе? Сатылымдар болды ма екен? Соны жазасыз да жанына бал қоясыз. Үшінші, бизнес, жұмыс сферасы. Қараша айында сізді командировкаға жіберген шығар. Жұмыстан шығып кеткен шығарсыз. Мүмкін мүлде жаңа бизнес бастаған шығарсыз. Қандай жұмысыңызға байланысты, бизнесіңізға байланысты оқиғалар, керемет ойыңызда қалатын сәттер болды. Соны жазасыз. Төртінші, денсаулық сферасы. Қараша айында денсаулығыңызды жақсарту үшін қандай әрекеттер жасадыңыз? Көпке қалдырып жүрген дәрігерге бардыңыз ба? Соны жазасыз. Бесінші, жеке даму, рухани даму сферасы.
Қазақта сөз бар: су тұра берсе сасиды дейді. Сол сияқты адам өзін өзі дамытып, жаңа нәрсе оқып, ізденіп, білім үйрену керек. Сол кезде прогресс болады, алдыға жылжиды, өте керемет нәтижелерге қол жеткізетін болады. Қараша айында өзіңізді дамыту үшін не нәрсе жасадыңыз, өзіңізге қаншалықты уақыт бөлдіңіз, соны есіңізге түсіріп жазыңыз, және қасына бал қоя кетіңіз. Енді қараңыз, қай іске өткен жылда өте көп уақыт жұмсадыңыз, қай іске өте аз уақыт жұмсадыңыз. Өзіңізге түсінікті болу үшін маркермен белгілеп қойсаңыз болады. Қандай период, квартал мейлінше өтімді болды сізге, және керісінше мейлінше өтімсіз болған қандай уақыттар? Себебін ойлап көріңізші. Неге солай болды? Өткен 22 жылда сізді не нәрсе шабыттандырды? Не нәрсемен мақтана аласыз? Қандай қателіктеріңіз болды? Содан қандай сабақ алдыңыз? Сіздің қолыңызды үзуге басты не себеп болды? Қалай ойлайсыз? Болашақта не нәрсені басқалай жасауды жоспарлайсыз? Осы жылда не нәрсені жасап бітіріп үлгердіңіз? Қай істі болашақта да жалғастырғыңыз келеді? Болашақта сізге бойыңыздағы қандай қасиетіңіз көмектеседі? Өткен жылда қандай 10 іс сізге өнімін берді деп ойлайсыз? Сізге қуаныш сыйлаған, бақытқа бөлеп, махаббатқа кенеткен қандай 10 істі тізіп жазар едіңіз? Керісінше, қандай 10 іс тиімсіз болды? Сіздің алтын уақытыңыз бен энергияңызды босқа кетірген 10 істі жазыңыз. Соңғы 12 айды қандай жерлерде болдыңыз? Оқылған кітаптарыңыз, көрген фильмдарыңызды тізіп жазыңыз. Осыған жұмсаған уақытыңызды да жазыңыз. Алдыңғы жылдардың тәжірибесін қолдана отырып, не нәрсеге дәл қазір ойланбай уақытыңызды инвестировать етер едіңіз? Тізіп жазыңыз. Минимум 10 пункт болу керек. Кейін неге дәл осы сізге маңызды? Соны жазыңыз. 12 айға қорытынды анализ жасап, қосымша сұрақтарға жауап беру арқылы дәл қазір сіз қай жерде тұрғаныңызды түсінесіз. Қай жағыңызды жақсарту керек? Не нәрсеге көбірек уақыт бөлу керек? Анықтайсыз. Кейін қадамдарыңызды жоспарлай аласыз. Осыны бізге міндетті түрде жасау керек. Осы видео арқылы өткен уақытыңызды қалай қолдандыңыз, қайда жұмсадыңыз, соны түсінген боларсыз. Құрметті оқырманым, видео ұнаса лайк басып, подписка жасаңыз. Қоңыраушаны басып, жақындарыңызға таратыңыз. Келесі сабақтарда бұдан да пайдалы ақпараттар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.